Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді сарыуыздан жасалатын өте жылдам печенье дайындаймыз. Ең алдымен ыдысқа сарыуызды, тұзды, қантты салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне ерітілген сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұн қоса отырып, қамыр илейміз. Қамыр өте иілгіш, өте әдемі болып шығады. Енді осы қамырды 5 мм-дей етіп жайып шығамыз. Бұл печеньеге әртүрлі форма берсеңіздер болады. Мен жүрек формасын бердім. Печеньелерімізді қысып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Печеньелерімізді қалауымызша сәндейміз. Мен бетіне ақ шоколад құйдым. Сосын бетіне жүрекше посыпкалар септім. Бұл печеньелерді сәндеу міндетті емес. Осылай да шаймен іше берсеңіздер болады. Бұл печеньелерді міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, күшті болып шығады. Сіздермен болған Раушан.